Имам Ибн Касир өзінің тәпсірінде бұл аятты бізге былай деп түсіндіреді. Жоғарыда келтірген аят көпшілік ғалымдардың пікірінше қажылықтың парыздығын білдіретін негізгі аят дейді. Сондай-ақ бұл көзқарас исламдағы жауапкершіліктің маңыздылығын, әрбір ақыл есі бүтін адамның Алла алдындағы міндетін еске салады. Ардақты пайғамбарымыздың да өміріне қарап отырсақ, өте көптеген мәшһүр хадистерінде былай дейді: Буниял исламу аля хамсин шахадати ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух ва иқамис салах ва итаиз зака ва хаджул байт ман истата илайхи сабила ва сауми рамадан. Мағынасында, ислам 5 негізден тұрады. Біріншісі, Алладан басқа тәңір жоқ және Мұхаммед Алланың елшісі екеніне куәлік беру. Екіншісі, намаз оқу. Үшінші, зекет беру. Төртінші, Қағбаға, қасиетті Меккеге қажылық жасау. Соңғысы, Рамазан оразасын ұстау деп келеді. Біздің қазақ халқы, соның ішінде атақты Абайдың да қара сөздерін қарап отыратын болсақ, Абай атамыз былай дейді: Руза, намаз, зекет, хадж, талассыз іс, жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіс деді.